1590 есепті қарастырамыз. Бірінші мысалды. Енді сіздерге түсінікті болу үшін біз бірінші қабат немесе астыңғы қабат, екінші қабат, үстіңгі қабат деп айтамыз. Және де жазу әдісі бізде бөлек-бөлек болады, бірақ мектепте сіздер олай жазбайсыздар. Оны тек қана түсіну үшін қолданамыз. Енді бізде осы теңдеуде екі айнымалы бар. Айнымалы деген ол әріптер, яғни белгісіз сандар. Біз x-ті іздейміз және y-ті іздейміз. Енді бұрын сіздерде бір айнымалы ғана болды. Бір ғана белгісіз сан болды. Мысалы, мына жерде бірді қойсам, сіз бұрын не істедіңіз? Бірді оң жаққа немесе сол жаққа, басқа жаққа ауыстырдыңыз және x-ті бірден таптыңыз. Енді осы әдіс мына жерде келмейді. Себебі y-ті мысалы ауыстырсаңыз басқа жаққа, екеуі де бәрібір белгісіз болады. Сондықтан біз басқа қабатты оны да пайдаланамыз. Қалайша қазір көрсетемін. Енді екі айнымалысы бар теңдеулерді шешу үшін бізде екі әдіс бар. Сіздерде ол оқулықтарыңызда бар. Ол алмастыру тәсілі және де баған түрінде, мына жерде қосу деп тұр. Былай қарағанда ол баған түрінде шешу. Баған түрінде шешу әлде қайда ыңғайлырақ. Бірақ мына жерде осы видеода біз барлық әдістерді қарастырамыз. Сонда тақырыпты жақсырақ түсінесіздер. Так, енді қараймыз. Бірінші әдіс. Алмастыру. Мына жерде біз бірінші x-ті өрнектейміз. X-ті өрнектейміз. Неге x-ті? Басқаларды өрнектеуге болады ма? Я, болады. Оны да көрсетемін. Осы біріншіден бастайық. Өрнектеу дегеніміз не? Өрнектеу дегеніміз бір жағында тек қана сол x-ті қалдыру. Яғни, мен көшірдім. Енді не істедім? Сол жағында тек қана x-ті қалдырдым, мен оны өрнектеп жатырмын. Қалған барлығын не істедім? Басқа жаққа алмастырдым. Яғни тең, ол сіздің шекараңыз. Теңнің сол жағы бар және оң жағы бар. Енді x-ті жалғыз қалдырдық, яғни біз не істедік? Оны өрнектедік. Қай себеппен? X-тің орнына енді біз осы өрнекті қоямыз. Енді қараңыздар, кейбір оқушылар мынандай қате жасайды. X-ті өрнектеді да, осы 7 минус y-ті қайтадан сол өрнекке қояды мына жерге. Яғни екінші қабатты өрнектеді, екінші қабатқа қайтадан қойып жатыр. Ол қате. Бір қабатты екі рет қолдану болмайды. Екінші қабатты өрнектедік. Енді осы өрнекті 7 минус y-ті біз осы бірінші қабаттың орнына қоямыз. Оны сіздерге қазір көрсетемін. Қараңыздар. Міне бізде өрнек. X 7 минус y-ке тең, яғни олар бірдей, сол жағында x, оң жағында өрнек. Енді есепте менде x тұр, бірақ ол маған ешқандай көмек беріп жатқан жоқ. Сондықтан мен сол жақты пайдаланбаймын, оң жағын мына жерге қоямын. Яғни осы жерге x-ның орнына осы өрнекті қоямын. Осылай түсінікті деп ойлаймын. Қойған кезде, сонда x-ның орнына сіз қоясыздар 7 минус y деген. Тағы да бір бізде ерекшелік бар. Егер де мен үлкен өрнектің ішіне бір әріпті немесе бір санды емес өрнекті орналастырсам, оны жақша арқылы шектеймін. Яғни апайға көрсетем. Тек қана 7 көшкен жоқ, тек қана y көшкен жоқ, олар екеуі бірге көшті, достар. Осы достар екенін қалай мен көрсетемін? Жақша арқылы. Сонда, қараңыздар, бізде 3 көшірдім. Ары қарай 3 пен x-ның арасында не болады? Бізде көрінбейтін көбейту. Қойдым. Енді x-ның орнына мен өрнек қойдым. Міне. Ары қарай өрнек бойынша менде қосу. Міне. 2. Міне. Y. Міне. Тең. 16. 16. Яғни өрнектің барлығын көшірем, тек қана x-ның орнына өрнекті қоямын. Ары қарай не істеймін? Осылай шығаруға маған ыңғайсыз. Сондықтан жақшаны ашам. Жақша бізде қорап сияқты. Солай
көз алдыңызға елестетуге болады. Қорапты ашамыз. Қалай ашамыз? Оның алдына қарайсыздар. Алдында сізде не тұр? Көбейту 3. Сондықтан 3-ті 7-ге де көбейтесіз, және y-ке де көбейтесіз. 3 көбейту 7 21. 3 көбейту минус y болады минус 3y. Ары қарай өрнекті жай ғана көшірем, ешбір өзгеріссіз. Себебі ешқандай жақса бізде жоқ. Ары қарай кеттік. Енді ұқсастарын қосамыз. Ұқсас дегені әрпі де ұқсас болу керек, дәрежесі де ұқсас беру керек. Бізде ұқсастар кім бар? Бізде бар сан. Сондықтан 21-ді оң жаққа мен ауыстырамын. 16 минус 21 болады, қарама қарсы амалмен. Сол жағында кім қалып тұр бізде? Y. Минус 3y плюс 2y болады минус 1y. Әдетте бізде бірді математиктер жазбайды, себебі ерінеді. Сондықтан ол бізде көбінесе көрінбейді. Егер де ол сізге қиын болса, онда сіз жаза беріңіз, ол қате емес. Сонда бізде не шықты? Минус 3-тен 2-ні азайтқан кезде бізде минус 1 шығады. 16-дан 21-ді азайтқан кезде минус 5 шығады. Енді теңдеуде ең соңында сізде жалғыз y қалу керек. Ешқандай дәреже, ешқандай минус болмау керек. Сондықтан минусты да оң жаққа ауыстырасыздар. Сіздерде минус пен минус қасында тұрғанда плюсқа айналады. Сіздерде y 5-ке тең болады. Y-тің артында қандай сан тығылды? 5. Келесі енді x-ті табу керек. Сіздер не істейсіздер? Қайтадан екінші қабатқа қайтып келесіздер. Енді осы y-тің орнына мына 5-ті қоясыздар. Мына. Сонда x-тен 7 минус 5 сіздерде болады, x тура 2 болады. Тексереміз. Орынға қойайық. X-ның орнына 2, 5-ның орнына бізде y-ның орнына 5. 2 қосу 5 7 болады ма? Я, болады. Енді бірінші қабатты тексерейік. X-ның орнына бізде 2, 3 пен 2-ның арасында көрінбейтін көбейту. Так, y-ның орнына 5, 2 мен 5-ның арасында көрінбейтін көбейту. Көбейтуні мен қайдан алдым? Егер де әртүрлі кейіпкерлер тұрса, мысалы сан, сосын әріп тұрса, немесе сан, сосын жақша тұрса, немесе әріп жақша тұрса, немесе бізде сан әріп модуль тұрса, арасында әрдайым көрінбейтін көбейту. Егер де оны ұмыта берсеңіздер, онда жазып қойыңыздар. Ақырындап үйренесіздер. 3 көбейту 2 6, 2 көбейту 5 10, 6 қосу 10, сізде 16 шығады. Тура 16 шықты ма? Теңдеу бізде түгелімен шықты ма? Я, шықты. Енді көп оқушыларда сұрақ туындайды. Ал басқа әріптерді, айнымалыларды өрнектеуге болады ма? Я, оларды істеп көруге болады. Мына жерде енді мен y-ті өрнектедім. Қараңыздар. Оны қысқаша қарастырамыз. Енді осы y-ті өрнектедім. Міне көшірдім. Y-ті қалдырдым. Осыны өрнектеу дейді. Өрнектеу деген бір жағында жалғыз қалдыру деген сөз. Қалған кейіпкерлерді басқа жаққа ауыстыру, алмастыру, лақтыру. Осыны өрнектедік. Енді y-тің орнына осы өрнекті қоямын. Мына жерге қоям. Басқа қабатты қолданамын. Сонда 3 қалды, x қалды, плюс қалды, 2 қалды. Y-тің орнына міне өрнекті жаздым. Жақшаны ұмытпаймыз, апайға көрсетеміз. Бізде тек қана 7, тек қана x емес, 7 минус x келді, досы келді, екеуі келді, бірге дегенде жақшаны қойып қоямыз. Арасында қандай бізде амал? Көрінбейтін көбейту. Себебі мына жерде көрінбейтін көбейту бар, әртүрлі кейіпкерлер. Ал енді ары қарай не істейміз? Жақша ашамыз, я, себебі қорапты ашу керек. Сонда өрнектедік. Мына жерде не істедік? Алмастырдық. Осындай сценарий жазып қойыңыздар. Келесіде мен не істеймін, есепті неден бастаймын дегенде, осы сізге подсказка болады. Келесіде не істейміз? Жақшаны
жақшаны ашамыз. Ашу. Жақшаны аштық. Ары қарай не істейміз? Ұқсас. Ұқсас. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Біріктіреміз. Осылай жазып қойыңыздар. Сендер дәптерлерінде көп орын қалдырып жазыңыздар. Бізде сонда екі шықты. Ұқсас мүшелер еске түсіремін. X әріптері бірдей, дәрежелері бірдей. Сондықтан олар ұқсас болып саналады. Егер де мына жерде x квадрат болса, онда оларды біріктіре алмаймыз. Себебі әртүрлі мүшелер деп саналады. Мына жерде сан, яғни 14-ті ана жаққа біз ауыстырсақ, лақтырсақ, бізде 2 шығады. Енді сұрақ туындайды. Ал бірінші қабаттағы x пен y-ті өрнектеуге болады ма? Я, болады. Болады. Қараңыздар. Так. Өрнектедік біз, міне, бірінші қабаттағы көшірдім. Енді бірінші, мысалы, x-ті өрнектесек, бірінші y-ті, 2y-ті ана жаққа ауыстырдым. Мына жерде плюспен болды, енді мына жерде минуспен болады. Так, енді 3 қалды. Бізде жалғыз x қалу керек қой. Онда мен не істеймін? Қандай амалмен лақтырам? Қараймыз. 3 көбейту 1 сан. 3 көбейту 1 сан. Сонда 3-ті ана жаққа лақтырған кезде, ол бізде бөлумен болады. Өрнек бөлу 3. Қай себеппен? Мынандай мысал. 3 көбейту 2 болады 6. Бізде x мына жерде тұрды. Егер де мен 2-ні өрнектесем, онда 6 мен 3-ті мен не істеймін? Мен бөлуім керек. Егер көбейтсем 12 шығады, ол 2-мен тең емес. Яғни, сіздер бір санды әріпті басқа жерге ауыстырған кезде, оң жаққа немесе сол жаққа, егер де сізге қиын болса, мен не істеймін? Қандай амалмен ауыстырам? Қарама қарсы ма, әлде қалдырамын ба? Онда сіздер жай ғана сандарды қойып қарауыңызға болады. X-ның орнына, мысалы, 2 қоясыз, ана өрнектің орнына, мысалы, 6 болады. 3 көбейту 2 сізге 6. Енді 3-ті лақтырсаңыз, 6 мен 3-ті не істейсіз? Әрине бөлесіз. Себебі басқаша істесеңіз, онда 2 шықпайды ғой. Өрнектедік. Ал x-ның орнына бізде мынандай өрнек шықты. Енді оны не істейміз? X-ның орнына қоямыз. Я. Ал, сонда қараңыздар, 7 менде қалды, тең қалды, y қалды, плюс қалды. Тек қана мына x-ның орнына мен мына өрнекті не істедім? Қойдым. Енді бірден назар аударыңыз. Мынандай бізде теңдеу біраз қиынырақ. Қиын емес, ол көп жұмысты талап етеді. Күрделі болып жатыр. Сондықтан математиктер осы әдісті не істемейді? Таңдамайды. Я, себебі мына жерде қосымша ортақ бөлімді іздеу керек, қосымша көбейту керек. Бірақ осындайда әдіс бар, біліп қойыңыздар. Так, енді теңдеу сізде осындай бөлшекпен болған кезде не істейміз? Ортақ бөлімді табамыз. Не үшін? Қай мақсатпен? Бөлімді алып тастау үшін. Сонда мына жерде ортақ бөлім қандай? Ол сан барлық кейіпкерлерге, барлық бөлімдерге бөлінеді. Сонда қараңыздар, мына жерде бөлімі 3. Y-тің бөлімі жоқ. Y-тің бөлімі жоқ болған кезде, оның астында 1-ді елестетеміз. Неге? Себебі Y бөлу 1 болады Y. Оны кейін нақтырақ қараймыз. 7-дің астында ол да жоқ. Сондықтан астында көрінбейтін 1 бар. Неге? Себебі қараңыздар, 7-ні басқаша қалай жазуға болады? Мысалы, 6 қосу 1 деп жазуға болады, я? Немесе 7 көбейту 1 деп жазуға болады. Немесе 7 бөлу 1 деп жазуға болады. А бөлуді басқаша қалай жазуға болады? 7 таяқша 1 деп жазуға болады. Осы бөлшек түрінде біз соны қолданамыз. Себебі көбейткен кезде бізге бүтін сан керек емес, бізге тек қана бөлшек керек. Ортақ бөлімі 3, себебі 3 мынаған да бөлінеді. Мынаған да бөлінеді. Мынаған да бөлінеді. Так, ал енді кеттік. 3 бөлу 3 бізде 1, алымын 1-ге көбейтем.
3/1 3. Сондықтан қосымша 3-ке көбейтем, 7-ні оны да 3-ке көбейтем. Қай себеппен? Яғни мен y пен 7-ні келесі қабатқа 3 қабатқа көтергендей боламын. Неге? Мынамен бірдей болу үшін. Себебі онда бөлімі бар, а мыналарда бөлімдері жоқ. Оларды бірдей қабатқа көтеру керек. Көтердік. Бізде мына жерде қалды. Мына жерде жақшамен көшіреміз, сосын жақшаны ашамыз. Неге бірден жақшасыз жаздым? Себебі алдында көрінбейтін плюс, а плюс болған кезде жақшаның ішінде ештеңе өзгермейді. Сол бойымен қалады. Сондықтан бірден жақшасыз жаздық. Так, 3 көбейту y, 3y, оны қабатқа көтереміз, 3 көбейту 7, 21. Ары қарай не істейміз? Ұқсас мүшелерді қосамыз. Y, минус 2 плюс 3 бізде болады 1. Мына жерде көрінбейтін 1 тұр. Так, 21, 16-ны 21-мен біріктіреміз. Мына жерде минуспен болады, ол бізде 5. Жаңағыда y-тен 5 болды ма? Сәйкес келіп тұр ма? Қарасаңыздар, әртүрлі әдістермен шығарып жатырмыз, бірақ жауаптары 1. Яғни барлығы дұрыс деген сөз. Енді y-ті не істейміз? Пайдаланамыз x-ті табу үшін. Ал қараңыздар, міне бізде соңғы өрнек. Енді осы 5-ті мына y-ның орнына қоямын. Сонда қараңыздар, бірінші көбейту, үшінші сыныпты еске түсіреміз. Бірінші көбейту орындайым. 2 көбейту 5 болады 10, 16 минус 10 бізде болады 6, 6 бөлі 3 бізде болады 2. Енді назар аударыңыз, қай себеппен мұғалім бірден сіздерге бір ғана әдісті көрсетеді? Себебі ол ойында өз басында мынаны мысалы көреді. Осы әдісте қосымша жұмыс жасау керек, ортақ бөлімді табу керек. Сондықтан осы әдісті мен қолданбаймын. Ең жеңіл әдіс қандай? Ең жеңіл әдіс мына жерде бізде x-ті немесе y-ті өрнектеу, екінші қабатты өрнектеу сол жеңіл болып тұр. Сондықтан осы басында ойланады да бірден соны таңдайды. Так, енді баған түрінде. Баған түрінде одан да жеп жеңіл. Баған түрінде шығарған кезде сіздің мақсатыңыз немесе x-ті, немесе y-ті жою. Сіздің мақсатыңыз сол болып тұр ең басында. Яғни жою деген нөлге айналдыру. Қосқанда, азайтқанда қалай мен нөлге айналдыра аламын? Мысалы, 3-тен 3-ті азайтсам, менде 0 болады. А қалай мен мынаны 3-ке айналдырам? Оны қосымша көбейтуге 3-ке болады. Сонда қараңыздар. Қосымша 3-ке көбейтемін. 3 көбейту x, 3x, 3 көбейту y, 3y, 3 көбейту 7, 21. Ең басты ереже қандай? Сіз бір мүшені санға көбейтсеңіз, басқа мүшелерді тура сол санға көбейту керек. X-ті көбейтіп, 7-ні көбейтпеу, ол дұрыс шықпайды. Барлығын бәріне сыйлық сыйлау керек. Ал енді азайтамын. Азайтқан кезде қараңыздар, 3x азайту 3x болады 0. Яғни ештеңе жоқ деген сөз. Мақсатқа жеттік. Ары қарай 3y азайту 2y болады 1y. 21 азайту 16 болады 5. Қайтадан 5 шықты ма? Енді осы 5-ті не істеймін? Мына жерге қоямын. Бізде 2 шығады.